Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер мен оқушылар. Мен нөмірі 40-шы гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ордабекова Айдана Мұратқызы. 8-ші сыныптарға арналған бейне сабақ. Құрметті оқушылар, қазір көрсетілетін бейне материалды мұқият көріп, жаңа сабағымыздың тақырыбын болжап, анықтауларыңызды сұранамын. Ұрмалы соқпалы шуласпаптар дабылы Наурыз жылбасы. Парсы тілін аударсақ, Нәвәрә заң жаңа күндегі мағынаны береді. 2009 жылы бұл мейрамды ЮНЕСКО адамзаттың материалдық емес мәдени мұрасын енгізді. Жылбасы ұлыстың ұлы күні, бүгінгі тарихтың бір сәті. Күн мен түн теңелген мерекенің шығу төркіні жайлы аңыз көп. Парсы патшасы Жамшид жаулап алған жерін аралап жүріп, түркі тілдес мекенге тап болады. Уәзірлеріне күнге бетке қаратып үлкен тақ орнатуды бұйырған. Күн сәулесі тақпен шағылысып, айналаға ерекше нұр шашқан деседі. Содан бері жұрт бұл күн 22 наурызды жаңа жыл есебінде тойлауды әдетке айналдырған дейді шығыс терегі. Ғалымдар бір жазбада мерекенің 7000 жылдық тарихы бар десе, енді бірі ғұмыры 5000 жылдан асады деп жазуда. Дұрыс айтасыңдар балалар, сабағымыздың тақырыбы тікелей Наурыз мейрамына қатысты. Дәлірек айтсақ, әлем халықтарының Наурызды тойлау дәстүрлері. Бүгінгі тақырып бойынша берілген оқу мақсаттары келесідей. Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып, дәлелді жауап беру. Оқу мақсаттарына сай құрылған сабақ мақсаттары келесідей. Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау және де ең маңыздысы тақырыпты өмірмен байланыстыру. Балалар, экранда көрсетілген бағалау критерийлерімен және де әр тапсырмаға берілетін ұпайлардың шкаласымен және де ең бастысы кері байланыс түрлерімен мұқият танысуларыңызды сұраймын. Құрметті оқушылар, сабақта қолданылатын жұмыс түрлеріне байланысты бағалау критерийлерімен танысуларыңызды өтінемін. Тақырыпқа қатысты жаңа сөздер. Жаңару, мейрам, достық, сыйластық, жаңа күн, тазалық, қуаныш. Бірінші тапсырма тақырып бойынша жаңа сөздермен жұмыс. Домино 2 әдісі. Тапсырма қадамдары: сөздерді оқимыз, сипаттама береміз және сөздерді тақырыппен байланыстыра отырып, сөйлем құраймыз. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы байырғы заманнан келе жатқан көктемгі жаңару мерекесі. Бұл мейрам Орта Азия халықтарының ұлттық мейрамы. Көне мереке Наурыздың тарихына көз салсақ, әлем халықтарының басым бөлігі аталмыш мейрамды әлі күнге дейін тойлап келеді. Бұл мейрамды көбінесе Наурыз, Невруз, Навруз, Новруз байрам деп атаса, ал тәжіктер Гүлгардан, Бәйшешек, Гүлнаурыз, татарлар Нардуган, ежелгі гректер Патрих, бирмалықтар Су мейрамы, чуваштар Норис Ояхе, хорезмдіктер Наусарджи деп түрліше атайды. Наурыз сөзі жаңа күн деген мағына береді. Мейрам кезінде тазалыққа мән беріліп, мерекелік наурыз көже дайындалады. Наурыз мейрамда бір-біріне қонақ болып, тойлап, арқа-жарқа болып жатады.
Екінші тапсырма ара ұясы деп аталады. Бұл өздеріңіз көріп тұрғандай жұптық жұмыс. Тапсырма қадамдары: бірінші, мәтінді тыңдаймыз. Бірінші нөмірлі оқушы мәтін бойынша сұрақ құрастырады, ал екінші нөмірлі оқушы өзінің жұбының сұрағына жауап береді. Үшінші тапсырма кім жылдам тапсырмасы, яғни бұл топтық жұмыс. Әр топ өздеріне берілген халықтың наурызды тойлау дәстүрінің ерекшеліктерімен таныстыруы қажет. Бірінші топ Әзірбайжан халқы, екінші топ өзбек халқы, үшінші топ қырғыз халқы. Сабақтың қорытынды бөлімі, талқылайық әдісі. Тапсырма қадамдары: әр оқушы өзіне жұп таңдайды, өтілген тақырып бойынша алған мәліметтерді өзара талқылайды, тақырыпты өмірмен байланыстырады. Оқушылар, сабақтың соңғы бөліміне де келіп жеттік. Соңғы кезекте бізде кері байланыс. Бұл бүкіл сынып орындайтын жұмыс және де борт журналы деп аталады. Тапсырма қадамдары: бүгінгі сабақтан алған жаңа білімдеріңді жазасыңдар және де келесі парақшаға өздеріне қиындық тудырған түсініктерді анықтайсыңдар. Оқушылар, сабағымыздың соңына да келіп жеттік. Енді әдеттегідей мақсатқа жетіп жетпегенімізді анықтайтын сәт жетті. Бүгінгі сабақта мәтінмен жұмыс атқарылды, өзекті ақпараттарды анықтадық және де ең бастысы тақырыпты өмірмен байланыстырдық. Ендеше сабақ мақсатына жетті деп ойлаймын.